Сәлеметсіздер ме? Қарағанды облысы білім бөлімінің Балқаш қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы нөмір 15 мектеп лицейінің химия пәнінің мұғалімі мен Ақтанова Бақытгүл Бекболатқызы сіздерге 8-ші сыныптың металдардың тұз ерітінділері мен реакциялары және 3-ші көрсетілім тұз ерітінділері мен металдарды ығыстыру мен сіздерді таныстырғым келеді. Сол жөнінде дәріс беремін. Яғни осы тақырып бойынша оқу мақсаты металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің жоспарын жасау және жүргізу. Сабақтың мақсаты, оқу мақсаты бойынша сабақтың мақсаты металдардың тұз ерітінділерімен реакциялары. Металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің жоспарын құру және жүргізу. Енді біз өткен тақырып бойынша металдардың оттегімен, сумен, қышқылдармен әрекеттесу қасиеттермен танысқан болатынбыз. Сол бойынша білімдеріңізді тексеріп алу үшін мен сіздерге мынандай химия сәндесіндегі ойынды ұсынғым келеді. Жақсы, бірінші, бұл жерде сәйкестендік. Яғни мына жерде жауап тұр, мына жерде химиялық реакция. Сумен әрекеттесу. Қай реакцияда сумен реакцияласу тұр? Әрине ол бізде белсенді металдар, сульфидті металл, калий сумен не істейді екен? Жақсы әрекеттеседі. Екінші, бізде тотығу дейді. Тотығу реакциясы. Тотығу реакциясы, яғни алюминий не істейді? Оттекпен әрекеттесіп, алюминий 2O3 оксидін түзеді, ол бізде тотығу реакциясы. Үшінші коррозияға ұшырайтын, яғни қап басатын бізде металл өте тез ұшырайтын, ол сумен оттектің қатысында жүреді. Сондықтан да машиналарымыз, көліктердің барлығы неде шабып жерге ұстауымыз керек. Өйткені ауада оттек бар, ауада су болады. Сондықтан коррозияға төзімді бізде не екен? Темір. Жақсы, тексереміз. Енді мына қазір химиялық реакциялардың ішіндегі металдардың қышқылдардың ерітіндісімен әрекеттесу реакциясы. Қалай? Күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесе ме? Иә және жоқ деген жауап. Қысқартасы бар. Иә, әрекеттеседі. Себебі ол белсенді бойынша сутектің алдында орналасқан. Неге күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесе ме? Иә. Ол да алдында, сутектің алдында несеген орналасқан. Енді сынап, күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесе ме? Ерітіндісімен. Иә, дұрыс айтасыздар, әрекеттеспейді. Себебі сынап сутектен кейін белсенді қатарда тұрғанын сіздер білесіздер. Жоқ. Енді күміс тұз қышқылының ерітіндісімен де концентрациясымен де қалай әрекеттесуші? Әрине не істейді? Әрекеттеспейді. Өйткені бұл да белсенділігі өте төмен сутектен кейінгі белсенді қатарында орналасқан металл. Сондықтан да бұл да жоқ деген сөз. Жақсы, енді балалар, мен сіздерге мынандай тапсырманы ұсынғым. Бұл жерде металдар берілген. Осы металдар өздерінің активтілігіне байланысты, белсенділігіне байланысты қандай қасиетке ие. Жақсы, бірінші. Тек қыздарғанда оттекпен әрекеттеседі. Қандай білесіңдер тек қыздарғанда? Әрине, мұз егер қыздыратын болса, ауадағы оттектен тұрып, қара түске нешеге өзгереді. Екінші, сумен әрекеттесетін сендер және ол сутек бөледі. Жақсы, ол бізде жаңа сыпайы көрді, енді ол бізде қайсы екен? Жақсы, ауада баяу тотығып, қан түзеді. Ол қай металл? Ол металл. Енді тотықпайды, инертті өзінің қанша жыл жерде жатса да, қанша жыл ауада топырақта болса да, өзгермейтін, еш әрекеттеспейтін, ең белсенді металл. Балалар, енді мен сендерге жасанды интеллект арқылы мәтін бойынша жұмбақ тапсырма береді. Ал соны ойланып көрейік.
Birinchi tapsirma berilgan metallarda belsendiligi bo'yicha durust o'rnalashtirib atanda. Artırılır. Kasiyetli. Durust javobi natriy, magniy, alyuminiy, ferro, kupro. Berilgan qasiyatlarga negizlay o'tirib, alyuminiy, oltin және natriy metallarni aniqladi. Metal ushroq jasovda, konfet qaplarida qo'llanadi. Suyultirilgan tuz qishqovining bayroq harakatlanadi. Bu alyuminiy metali jo'xori ximiyalik belsendiligi uchun kerosin ichida saqlanadi, tuz qishqovining o'ta qarqinda reaksiyaga tushadi. Bu natriy metali sariq tusda bag'ali metal және qishqov eritimalarмен harakatlanmaydi. Bu oltin magniy Nurbo'lat ag'ay qisaylarida mashinasining eshigi oldida qo'yadi. O kirganda mashinasining eshiklarining qattiq izlarini bayqadi. Biroq mashinasining eshiklarining nechta temirni bo'la boshlaganini tushunmaydi. Temirning tez talpasuvidan ne sabab bo'ladini tumandagi javobdan aniqlaymiz. Temir o'tdagi to'lqinlardan tanadimi? Havodagi gaz gazlardan bo'ladi, korroziya teg suvdan bo'ladi. Temir qo'shilgan suv qo'shilgan o'tdek chiqadi, temir tadi. Durust javobi so'nggi nusxasi. Metallардың маңызды қасиеттерінің бірі ол тұз ерітінділердің әрекеттесуі. Яғни белсенділік қатарына қарай металдар тұз ерітінділерімен әрекеттесе ме, әрекеттеспей ме, мүмкіндігін естеуге болады, болжауға болады. Ал қарайық, ондай болса, мыс сульфатының ерітіндісіне мырышты қосқан кезде, мыс қайда орналасқан, мырыш қайда орналасқан. Осы белсенділік қатарда Николай Николаевич Бекетов барлық металдардың қасиеттерін зерттей отырып ұсынған. Яғни бұл жерде бізде мыс қайда орналасты? Ал мырыш қайда? Алдыңғы жағында. Яғни мырыш мысқа қарағанда белсенді. Ерітіндіге мырыш өтіп өзінің электрондарын береді да, мырыш сульфатының ерітіндісі. Яғни мырыш катион түседі. Ал мыс сол электрондардың өзіне қосып алып, мыстың атомына не істейді екен? Айнықтайды. Яғни мыс бөлініп шығады. Екінші, мырыш сульфатына мысты қосайық. Қараймыз, мыс бізде мына жерде тұр. Мырыш бізде қайсында тұр? Мында тұр. Яғни бұл жерде мырыш алдында тұрған мыстың, ол ерітінде тұрған мырыш белсендірек. Ол мысқа не істемейді екен? Орнын бермейді. Реакция жүрмейді, яғни істемейді, әрекеттеспейді. Енді осы кестені пайдаланып отырып, біз тағы да мына реакцияларға қарайық. Барий қорғасын хлоридіне қалайды. Барий бізде алдын жағында қорғасын одан кейін. Яғни барий басының орнысы екен, басады. Нәтижесінде барий хлориді осыдан қорғасын сөндірді, орнысы өткізеді. Екінші, мырыш пен темір сульфатының ерітіндісін қараймыз. Мырыш бізде мында тұр, темір мында. Жақын тұрса да темірге қарағанда мырыш белсенді. Яғни мырыш темірдің орнын істейді, басады. Нәтижесінде цинк өсіртіледі. Яғни ерітіндісі қосылған темір нешеде бөлініп шығады, бұл да орнысы реакциясына жатады. Енді бүгінгі тақырып бойынша үшінші көрсетілім бойынша біз металдарды зерттеу көрейік. Ол үшін тұз ерітінділі металдардың қысылу, яғни мақсаты белсенділік металдардың төмен металдардың тұздарының қалай ығыстыратындығын көреміз және оны түсінеміз. Қандай реактивтер қажет? Мырыш, темір, мыс. Мырыш, темір және мыс. Мырыш. Бұл біздің ұнтақтарын естеген берілген. Сонымен бізге ерітінділер берілген. Ол қорғасын нитраты, күміс нитраты және мыс нитраты, содан магний хлориді. Енді бұл жерде осы ерітінділердің біз қасиеттерін жақсы білуіміз керек. Жақсы. Тәжірибе бойынша құбылыстарды, теңдеулерді жазуды ұмытпа. Не байқалды? Реакция теңдеулерді және қорытындыны жазуды ұмытпаңыз. Тәжірибе жасамас бұрын әуелі қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз қажет. Әрине біз металдармен жұмыс істеп тұрғандықтан
металдардың қасиетін білуіміз керек. Олардың белсенділігінде, олардың барлық көзге түсіп кетпеу, қолға жарақат алмауын біз жақсы меңгеруіміз керек. Сонымен бірге мына жерде бізде тұздар тұр. Былай қарасаңыз, мына қорғасын, күміс деген өте ауыр металдардың ерітінділері. Бұлар ерітінді күйінде су сияқты, түссіз. Ол ағзаға кететін болса, олардың ағзадан шығуы өте қиын. Сондықтан да біз бұл ерітінділермен жұмыс істегенде өте сақ болуымыз керек. Яғни ол біздің ағзамызға түсіп кетпеуін қадағалауымыз қажет. Жақсы. Енді қандай қорғаныс құралдары зертханада болу керек? Қорғаныс құралдары ол бізде өрт сөндіргіш және аптечка қобдишасы болу керек. Ол біздің кабинетімізде бар. Зертхананың қауіпсіздік үшін қандай киім қажет? Әрине, қандай да бір зертхана практикалық демонстрация, яғни көрсетілім болса да, біздің үстімізге ақ халат киюіміз керек, қолымызға қолғап және көзімізге әйнек көзілдірігін киюіміз қажет. Жақсы, енді біз бірінші тәжірибеге қараймыз. Петри табақшасы, яғни ол бізде табақшасына темір шегені салып, оған мұз сульфатының ерітіндісін қосыңыз. Қараймыз, ол бізде мұз сульфаты. Мұз сульфатына қазір біз қолай құямыз бірінші табақшаға мұз сульфатын. Және біз оған темірдің шегесі бар бізде. Сол темірдің шегесін не істейміз? Саламыз. Реакция жүрмей ме, жүре ме? Сіздер оны бақылап тұрасыздар. Біреуінде салуға болады, немесе бірнеше. Енді бері қарайсыз. Бұл жерде, яғни мұз сульфатының ерітіндісіне темір қосқан кезде белсенділік қатарында темір мыстың алдында не істеген? Орналасқан. Сондықтан да темір мысты ығыстырып, мыс не істейді? Жеке шығады. Оның шыққанын ал енді мына жерде тәжірибеге қарайық. Мына бізде сіздерге дайындап уже жасап қойдық жаңа. Сол мыстың темірдің үстін, яғни мыстың сары ұнтақтары не істеп жатыр? Қақтап жатыр. Яғни бұл ерітіндідегі мыстың бөлінгендігін көрсетеді. Жақсы. Енді келесі тәжірибе нөмір 2. Стақанға мыс пластинкасын салып, оған магний хлоридін қосады. Стақан, оған біз қазір мыс пластинкасын саламыз. Соны бізде мыс пластинкасы, соған магний хлоридін қосады. Енді бұл реакция жүре ме, жүрмей ме? Сіздер өздеріңіз оны ойланып отырыңыздар және тәжірибе барысында көреміз. Мына белсенділік қатарына қарап отырсаңыздар, реакция дейді, магнийдің орнын мыс не істемейді дейді, баспайды. Реакцияны біз жұмыс барысында көреміз. Жақсы, енді бізде келесі үшінші тәжірибеміз. Онда жаңағы Петри табақшасына күміс металдың ерітіндісін аламыз және соған мыс сымдарын не істейміз? Саламыз. Жақсы, бізде күміс металды берілген. Мен өте жақсы көрініп тұру үшін осы тяжкий Петри табақшасын жақсы қолданғанды дұрыс деп ойлаймын. Енді осыған апарып біз қазір мыс сымдарын саламыз. Бірнешеуін салуға болады, екеуін салуға болады, немесе мынандай түйіндерінде салуға болады. Реакция жүруі мүмкін бар. Қалай көресіңіз? Қарай. Онда да біз теориялық мәліметті жүйелі мыс және күміс металл. Мыс бізде мына жерде тұр. Күміс одан кейін қалады. Яғни мыс күмістің орнын не істеу керек? Басу керек. Оның басу реакциясы шығып, нәтижесінде мыс өзінің электрондарын беріп, мыстың эквивалентті нитратына айналады. Күміс ол электронға қосылып, яғни күміс құмыға түсу қажет. Міне оны сіздер мына жерде көруге болады. Ал келіңіздер мына жерде қараңыздар. Мына жерде тұрған бізде мыс. Әрине бұны кішкене жаңа жасадық ертеректеу. Мыстың үстіңгі жағын не қаптап тұр? Күміс. Ол қайдан өтті? Ол ерітіндідегі, яғни мынаның ішіндегі ерітіндідегі күміс бөлініп шықты. Міне осылай орын басу реакциясын көруге болады. Жақсы. Енді тәжірибе
Төртінші тәжірибеде біз петри таблицасын аламыз да қорғасын металмен өстіміз. Бізде қорғасын метал. Яғни осы қорғасында тұратын не қосып еді? Мырыш ұнтақтарын өстіп. Ал қарайық. Бізде болып тұр. Біз мырыш ұнтақтарын оған қосамыз. Мырыш ұнтақтарын не арқылы да салуға болады. Реакция барысында қандай реакция жүреді? Орнын басады ма мырыш қорғасын баспайды ма? Әлі біз оны аламыз. Яғни мырыш белсенді болғандықтан қорғасынға қарағанда қорғасын орны басып нәтижесінде қорғасын қосылған мырыш болады. Ал енді оны мына жерден көрейік. Көзіне қарайық. Мына жерде бізде мырыштың орнын, яғни мырыш қорғасын метратын құрамындағы қорғасының бөлінген мырыштың сыртын қаптағанын қара сұр түсті қорғасында көруге болады. Енді мына жерде бізде реакция жүрген жоқ. Бұны сіздер қарап отырғандай, өйткені бұл жерде ерітіндідегі магний қандай екен? Өте белсенді металл болғандықтан ол мысқа орнын бастырған жоқ. Жақсы, теория мен тәжірибе бойынша көріп дәлелдегеніміздей металдар, яғни белсенді металдар, белсенділігі төмен металдардың тұздарына орнын не істейді екен? Ығыстырады екен. Ондай болса, сіздерге мен мынандай теңдеуді ұсынғым келеді. Яғни осы жерде қарап отырып, біз кері реакция жүрмейді. Егер мырышқа алюминий хлоридінің ерітіндісін салатын болсақ, реакция не істейді? Жүрмейді. Оны белсенді қатарында көруге болады. Міне бізде мырыш алюминийдің алдында тұрғандықтан, ол өзінің орнын не істейді? Мырышқа береді. Екінші хром никель сульфатының ерітіндісіне қосқан. Нәтижесінде хромның моназоты алдырылған, никель одан кейін орналасқан. Яғни реакция болып алюминий не істейді? Жүреді. Үшінші, марганец кальций хлоридінің ерітіндісімен қалай жүреді? Марганец бізде мына тұр. Кальцийіміз оның алдында тұр. Яғни марганецке қарағанда кальций белсенді болғандықтан, оның басу реакциясы мұнда реакцияға түспейді. Өйткені марганецтің белсенділігі кальцийге қарағанда төмен. Және магний алюминий сульфатымен әрекеттескен кезде алюминийдің алдында магний болғандықтан нәтижесінде алюминий және магний сульфатының ерітіндісі түзіледі. Енді балалар, мен сендерге осы бір жақсы жұмбақ тапсырма мәтін бергім келеді. Сіздер сол мәтінді оқыңыздар және осы жерде А, Б, С металдарын береді. Қалай ойлайсыздар? Қай металл деп анықтауға болады. Ол сіздерге жұмбақ тапсырма. Ойланып көрейік. Жақсы, қарайық. Міне табылды. А бізде қайсы екен? В темір, С натрий. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.